Сәлеметсіздер ме қазақ елім? Алтайдан Алатауға дейінгі ұлан ғайыр жерді мекен еткен ата-бабаларымыз тәуелсіздікті арман етті. Осынау кең байтақ даланы көк найзаның ұшымен, сом білектің күшімен қорғаған бабаларымыздың аманатын орындау үшін талай боздақтар жанкештілікке барды. Қаракерей, Қабанбай, Қанжығалы, Бөгенбай батырлардан бастап, Бауыржан, Мәншік, Әлия сынды батырлар ел қорғауды ұран етіп, сол үшін құрбан болды. Ресейдің езгісінде болып, тіліміз бен дінімізден безіп, орыстанғалы тұрғанда Қайрат Рысқұлбеков, Ләззат Асанова сынды қыршын жастардың құрбан болуымен еліміз егеменді ел атанды. Қазақстан талай қиындықты бастан кешірді. 1000 жылдық тарихы бар Қазақстан тәуелсіз ел атанды. Ал 1986 жыл халық жадында мәңгі сақталады. 16 желтоқсан күні қазақ жастары орталық алаңға шығып, халық тәуелсіздігін талап етті. Бұл күн Қазақстан тарихында Қазақстан Республикасының туған күні ретінде алтын әріптермен жазылды. Сондықтан да желтоқсан бүкіл халықтық мереке саналады. Желтоқсан құрбандары үшін 1 минут үнсіздік сақтайық. Қазақстан, қазақ халқының атамекені. Осы тұғырлы орданың айбарлы есімін естігенде сан қилы күй кешеміз. Асқар таудың биік бөктерінен жайнап бүкіл әлемге қуаттана қарап, өзін мәңгілікке хабарлап тұрған тұғырын топ баспайтын ел екенін мақтанышпен сезіп қуанамыз. Болашақта Қазақстанымыз әрі қарай дамып, әлемдік аренада өз орнына ие болады деп нық сенеміз. Бар игілігіміздің бастауы болған тәуелсіздік күні барлығымызға құтты болсын. Елбасымыздың салиқалы саясатының арқасында мемлекетіміз өркенделіп келеді. Тәуелсіздік халқымыздың басына қонған бақ. Бұл күні байтақ еліміз үшін теңдесі жоқ тарихи күн. Бабалар аңсаған, ақиқатқа айналдырған еліміз үшін ұланасы той. Баршаңызды ұлыстың ұлы күнімен, тәуелсіздік мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Қазақстан Жоғары Кеңесі 1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстанды тәуелсіз республика деп жариялады. 200 жылдан астам патшалық Ресейдің отары, 70 жылдан астам кеңес үкіметінің боғауында болған Қазақстан егемен ел болды. Тәуелсіздік баға жетпес бағымыз, қымбаттанды ең қымбатты барымыз, тәуелсіздік білектегі әліміз, тәуелсіздік жүректегі әніміз. Құтты болсын тәуелсіздік мерекесі. Мықты болсын елімнің керегесі, тату тәтті боп әрқашан, кетпесін туған жердің берекесі. Түркістан облысы Жетісай ауданы, Асырата кенті, номер 11-ші Жеңіс мектеп гимназия, коммуналдық мемлекеттік мекемесі, барша қазақстандықтарды құттықтаймыз. Тәуелсіздік тұғырына құрмалы, Қазақстан игі істер болғалы. 16 желтоқсан тәуелсіздік алған күн. Елбасымыз ашып елдің арнасын бастау алған бірлігіміз қалмасын. Құтты болсын тәуелсіздік мерекесі, мықты болсын елімнің керегесі. Тәуелсізбіз, еріктіміз, азатпыз, еркіндіктің есі жеткен қазақпыз. Мына шексіз 18 мың ғаламның жүрегімен қазақ үшін жаралды. Ақтау тұтып, ынтымақ пен бірлігін, ара елге бөліп. Құтты болсын құт қонған ел мейрамы, биік ұста отанынан ел ары. Сарқылмайтын қуатым, жүрегімсің Қазақстан, мәңгі санып жүретін жүрегімсің Қазақстан. Көк байрағы желбіреген қазақ елінің тәуелсіздік күні құтты болсын. Жаса Қазақстан, жаса менің қазағым, артта қалды қиындық пен азабың. Жаса Қазақстан, жаса менің ұл елім, атқан таңдай ашық болсын ажарың. Жаса Қазақстан, алашұртым ардағым, алтын бесік байтақ далам бар бағым. Жаса Қазақстан, атамекен тұрағым, көк аспанда желбіресін байрағың. Жаса Қазақстан, жаса менің ұл елім, атқан таңдай ашық болсын ажарың.